Сәлем достар, Дарику каналына хош келдіңіздер. Бүгін ханым тамағын дайындайтын боламын. Ол үшін бізге алдымен қамырын жасап алуымыз керек. Оған бөлме температурасында тұрған суды ыдысқа құюымыз керек. Бізге 350 граммдай су қажет болады. Оның үстіне бір ас қасық тұзды қосамыз. Одан соң бізге 3 жұмыртқа керек болады. Оны суға жарамыз. Барлығын әдемелеп, жақсылап араластырып алуымыз керек. Енді осының үстіне 800 граммдай ұн саламын. Одан соң жақсылап араластырамыз. Кейін қолдың көмегімен жақсылап барлығын біріктіріп алуымыз керек. Мен тағы да 200 граммдай ұн салдым. Сонымен шамамен бізде 1 килограммдай ұн кетті. Енді осыны столдың үстіне қойып, қолымызбен жақсылап барлығын біріктіріп, жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Шамамен 10 минутта илейсіздер. Міне менде осындай қамыр шықты. Енді осыны ыдысқа немесе салафанға салып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді біз салмасын жасай беруіміз қажет. Ол үшін жарты килодай картопты теркадан осылай өткізіп аламыз. Өткізіп болған соң барлығын бір ыдысқа саламын. Енді пиязды да майда қылып осылай кесіп алуымыз керек. Енді осының үстіне бізге тартылған етті қосамыз. Бұл тартылған етті мен өзім мясорубкадан тарттым. Магазиннің фаршына қарағанда өзіңіз қолдан жасаған немесе қолдан жасалған фаршты қолданған дұрыс. Сол кезде дәмді болып шығады. Енді дәміне қарай қара бұрыш, тұз және өзіңіздің ұнататын приправаларыңызды қоссаңыздар болады. Оның үстіне сұйық майды құямыз. Енді жақсылап барлығын араластыруымыз керек. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп алдым. Ол жағы видео сақталмай қалған екен, бірақтан түсінікті деп ойлаймын. Әр бөлігі 300 граммдай болды. Маған 2 қамыр қажет болады. Менде 2 ханым шығады. Сол кезде қалған қамырды морозильникке сақтап қойсаңыздар болады. Кез келген жаймаға, мантыге немесе басқа да кеспе жасасаңыздар да қолдансаңыздар болады. Ол универсал қамыр болып саналады. Ал енді қамырды осылай оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып аламын. Міне достар, жайып алдым. Осындай үлкен болады. Енді осының үстіне сары майды ерітіп, жұқа етіп жағып шығамыз. Көп жақпайсыздар, аздап қана жақсаңыздар жетеді. Енді осының үстіне біздің салмамызды саламыз. 2-ге бөліп, бір бөлігін осылай бір ханымға саласыздар. Барлығын осылай қолмен жайып шығамын. Жан жағына салмаңыздар. Аздап орын қалдыру керек. Енді 2 шетін осылай бүктейтін боламын. Енді осы бүктеген жерімізге де аздап май жағып жібереміз. Енді астынан осылай
орай беретін боламыз. Міне видеода көрсетілгендей осылай орап шығамыз. Енді мандаварканың листына пергамент төсеу керек. Пергамент жақсы сапалы болу қажет. Осының үстіне ханымды осылай орналастырамыз. Жан-жағын бір-біріне осылай біріктіріп қойсаңыздар болады. Енді дәл манты сияқты 45 минутқа қайнап тұрған суға пісіріп аламыз. Міне достар, тамағымыз дайын болды. Оны мен пергамент қағазынан осылай алып, тарелкаға салып қойдым. Міне осылай болып шығады. Өте тойымды, сондай өте дәмді тамақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осының үстіне пиязды томат пастасымен қуырып, үстіне қойсаңыздар да болады. Немесе пиязды жұқа етіп турап, укроппен араластырып, немесе өзің ғана осылай ұсынсаңыздар да болады. Өте дәмді болып шығады. Өте дәмді әрі тойымды тамақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.